Баршаңа сәлем. Біз бүгін Астана телеарнасында көрсетіліп жатқан Ессіз махаббат сериалында Эсраның рөлін сомдайтын Буржу Өзберік туралы сөз қозғаймыз. Сондықтан лайктарыңызды сайлап, пікірлеріңізді дайындап қойыңыздар. Буржу Өзберік 1989 жылы 12 желтоқсанда Ескішехирде өмірге келген. Актрисаның бойы 1,62 метр, салмағы 53 келі, жұлдызнамасы мерген. Ол 8-9 жасында әпкесімен бірге ойғанды ұнатқан. Содан кейін эскиздерді жасай бастаған және сурет салған. Хачетепе университетінің Анкара мемлекеттік консерваториясында білім алған Буржу Өзберік оқуын жалғастырып жүргенде Сүлеймен Сұлтан ғажайып ғасыр сериалына түсуге ұсыныс алған. Ол бұл сериалда Хуричихан есімді кейіпкердің рөлін сомдады. 2015 жылы Күннің қыздары телекихаясына түскен актриса Назлы есімді кейіпкер арқылы көрерменмен қайта қауышты. Осылайша кинематография саласындағы тәжірибесі тереңдей түсті. Актриса алтын көбелек марапаттау рәсімінде романтикалық комедиядағы үздік актриса жүлдесін жеңіп алғасын Fox арнасында 2020 жылдың қазан айынан бастап түсірілген балалық шақ телекихаясында Айшегүлдің рөлін сомдады. Ал 2021 жылдан бастап ол Ессіз махаббат сериалында Эсра рөлімен танымалдылығын арттыра түсті. Жалпы актриса кинолармен қатар Coca-Cola секілді танымал брендтердің жарнамасына түседі. Иіссу таңдау мен шаш күтіміне аса мән беретін Буржу Өзберік әдетте Хлоя әйелдер әтірін пайдаланады, сондай-ақ аяқ киімдер сатып алғанды ұнатады. Инстаграмда аса танымал, 9 миллионнан астам оқырманы бар. Құрметті достар, актрисаның отбасы, өмір туралы көзқарасы, қандай құндылықтарға мән беретіндігі, Стамбулдағы сүйікті ауданы, ақшаны қайда жұмсайтындығы туралы және бұдан да басқа ақпараттарды ұсынуға дайынбыз. Ол үшін осы видеоға аямай лайк басып, қайта пікір жазып, бізді қуансаңыздар болады. Айтпақшы, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.